Сәкен Сейфуллин қазақтың атақты ақыны, жалынды жазушысы, дарынды драматург, білікті ұстаз, мемлекет қайраткері, Қазақстанның қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі, Қазақ КСР-ның Халық комиссарлары кеңесінің алғашқы төрағасы болған. Сәкен Сейфуллин 1894 жылы бұрынғы Ақмола облысы, Ақмола уезі, Нілді болысының бірінші ауылында, қазіргі Жезқазған облысы Жаңарқа ауданында дүниеге келген. Сәкен өз шығармаларында ерлікті, сұлулықты, адалдықты асқақтата жырлады. Сәкен біздің ұлттық мақтанышымыз, ел үшін еңіреген ер, қайтпас қайсар күрескер. Қазақ халқының ұлы ақыны Сәкен Сейфуллиннің шығармаларының көбі ғажайып табиғат суреттері, қайталанбас сұлу көрініс. Өйткені табиғат ақынға қанатты шабыт береді. Ақын өлеңдерінде табиғатты көркем суреттеумен қатар, оны қазақ халқының тұрмыс тіршілігіне, мінез құлқына байланысты жырлады. Көкшетау поэмасы 1929 жылы жарық көрді. Бұл кезең советтік өмірдің ең бір белеңді уақытымен шендесіп жатыр. Бұл поэма сынаққа көп ұшырады. Сәкенге бүгіннен алшақтап өткенді аңсадың, өткен дәуірге көңіл бөлдің деген айып тағылды. Осындай жан-жақты қысымға қарамай, Сәкен құнды шығарманы дүниеге әкелді. Поэма 4 бөлімнен 47 тараудан құрылған. Поэманы көкше табиғатының сұлу көркін суреттеуден бастаған ақын, ол туралы ел ішінде толып жатқан аңыздар барлығына назар аударады. Жеке батыр, бурабай, оқжетпес, жұмбақтас аңыздары Сәкен поэмасының негізгі тараулары. Ақын сол дәуірдің шындығын, ондағы таптық қарым-қатынастарды, ұнамды ұнамсыз адамдар образдарында осы тарауларда ашады. Бұл аңыздардың негізгі қазақ пен қалмақтар арасындағы ерте кездегі жауласушылықтың оқиғалары болып табылады. Сәкен Сейфуллин жазған Көкшетау поэмасының тәрбиелік мәні зор. Біз одан үлкен ғибрат аламыз. Әр сөзі терең ойға, өзіңді ортаңды тануға, жақсы қасиеттерді бойыңа дарытуға, жаманнан аулақ болуға жетелейді. Егерде сіз осы шығармада айтылған аңыздар туралы білгіңіз келсе, Сәкен Сейфуллиннің Көкшетау поэмасын оқуға шақырамын.